Су тіршілік көзі. Біз оны күнде қолданамыз, бірақ қадірін біле бермейміз. Суды ысырап етпеу болашаққа деген қамқорлық. Есінде болсын. Судың да асырауы бар. Су адам өміріндегі барлық салаларға қажетті баға жетпес байлық. Біз суды оны ішу үшін, тазалық және гигиена үшін, өнеркәсіп өндірістерде, ауыл шаруашылығында және энергия ретінде қолданамыз. Судың экологиялық мәселелері қазіргі кезде өте өзекті. Ауыз су тапшылығы, өзен-көлдердің ластануы, өндіріс қалдықтарының суға төгілуі табиғатқа және адамдарға үлкен қауіп төндіруде. Сонымен қатар климаттың өзгеруі мен мұздықтардың еруі де су ресурстарына әсер етуде. Мәселені шешу жолдары: суды үнемді пайдалану, өндіріс орындарының су тазарту жүйелерді жақсарту, ауыл шаруашылығында су үнемдейтін технологияларды қолдану, қоғам арасында экологиялық білім мен жауапкершілікті атқару. Таза су тіршілік негізі, оны қорғау әр адамның міндеті. Су сутегі мен оттегінің қалыпты жағдайларда тұрақтылығын сақтайтын қарапайым химиялық қосылыс. Ол жер шарының 4/3 бөлігін алады. Тірі ағзалардың 60-70%, ал өсімдіктердің 90% судан тұрады. 22 наурыз дүниежүзілік су ресурстары күні болып аталып өтеді. Қазіргі таңда планетамыздың 70% су алып жатыр, ал оның тек 1% ішуге жарамды. Соңғы 50 жыл ішінде су жетіспеушілігінен 507 қақтығыс болды. ЮНЕСКО-ның мәліметінше ең таза су Финляндияда. Сонымен бірге бүткіл әлемде 1 миллиард адам қауіпсіз суға қол жеткізе алмай отыр. Су өмір сыйлап қана қоймай, онымен қол жайыстыра алады. Әлемдегі барлық аурулардың 85% сумен беріледі. Ал жыл сайын осы аурулармен 25 миллион адам қайтыс болады. Жалпы адам өмір бойы 35 тонна су ішеді. Әлемдегі ең қымбат су Лос-Анджелесте сатылады. Ол Сваровски кристалдарымен безендірілген бөтелкемен қапталған, және 1 литр судың бағасы 90 ақш доллары тұрады. Біз жер шарының 4/3 бөлігін су алып жатқанын білеміз, және де бізге ішуге жарамды судың көп бөлігі теңіз мұхиттарда деп ойлаймыз. Ал шын мәнінде негізгі ішуге жарамды тұщы сулар көбінесе мұздықтарда болады. Судың тек қана қауіпсіз түрі ғана емес, қауіпті түрі де бар. Ол Әзербайжанда. Әзербайжандағы судың құрамында метан көп болғандықтан, оған сіріңке тигізгенде ол жанып кетеді. Су бұл тіршіліктің негізі екенін қашан айтқан болатынмын. Оны қорғау, болашақты қорғау. Әрқайсымыз табиғатқа жанашыр болсақ, үлкен өзгеріс басталады. Ендеше суды үнемдеп, табиғатты аялайық деп сөзімді аяқтағым келеді.